Сәлем әлем, сәтті жол тек қана адамдарда емес, жануарларда да болып тұрады. Қазір біз бәріміз бірге камераға түсіп қалған жануарлардың жолы болған сәттерді таңғалып қараймыз. Ал кеттік. Осы иттің сәттілігі сыртқы бақылау камерасы түсіріп алған. Кәдімгі бірнеше сантиметр ғана итті өлімнен тартқан. Ал осы жолы болғыш көгершін, ол жаңа ғана қауіпті жағдайда болғанын өзі де түсінбегені сияқты. Осы кішкентай бұғы өте үлкен қателік жіберіп алыпты. Ол орманнан ашық далаға шыққан, және сол сәтте оны көрген аңшы оған бірнеше оқ атып жұмсайды. Алайда бұғының тағдыры оған 3 мәрте аман қалуға мүмкіндік берген. Аңшы 3 рет атып, 3 рет мүлт жіберіп алыпты. Ал осы бұғы одан да жолы болғыш. Оған 4 рет атқан. 4 рет. Бұғының жолы болғаны. Аңшылар 4 рет мүлт жіберген. Ал осы жолы 2 жануардың жолы болған. Адам мен қоянның. Бірақ адам қауіптіліктен қашса, қоян оны түсінбей қауіптілікке қарай ұмтылған. Оның арқа аяқтарының күштілігі соншалықты, ол секіріп-секіріп ақырында қар көшкінінен шығып кетті. Ал осы ше, әлемдегі ең жолы болғыш тышқан десем қателеспеспін. Кәдімгі Том және Джерри мультфильмдегі сәт сияқты. Қайыққа дауыл соғып сөкіргеннен шошынып қаша жөнелген итті оның иесі ұстап қалуға үлгеріпті. Әрі қарай жолда жүріп тікелей мағынада жолы болған жануарлардың сәттіліктерін көріңдер. Тышқанды оның жануарлық қорғаныш реакциясы оны өлімнен алып шыққан. Жануарлар өмірінде миллисекундтар бәрін шешеді. Мысық құлайтын ғимаратта қалып қойыпты, және ғимарат құлағаннан кейін мысыққа түк те болған жоқ. Осы мысықтардың жолы үнемі болады. Бәрін санап алған сияқты ғой мынау. Тасбақалар жай және қолапайсыз деп сізге кім айтты? Осындай қауіпті жағдайлар лифттерде үнемі болып тұрады. Қожайындары иттердің жібіне қарамай оларды есікке қыстырып алып жүреді. Су тартылып қалғандықтан, осы дельфин тастар арасында қалып қойған. Бірақ оның жолы болды. Оны тұрғын адамдар көріп, адамдар дельфинді суға қарай апара алмайтынын біліп, оны сумен қамтып жамып тастаған. Өйткені үсті кепсе күйіп кетеді де өледі. Ал 8 сағаттан кейін су қайтып оралған. Сонда дельфин асықпай суға батып жүзіп кетеді. Ал осы жанат жердегі темір торда тұрып қалды. Оны көрген адамдар оны өз күшімен алып шыға алмағандықтан, арнайы жануарларды құтқаратын қызметті шақырып, жанатты темір тордан алып шығу процесін бастайды. Бұл процесс нағыз үлкен операцияға айналды. Тіпті жаңбыр да жауған. Біраз уақыттан кейін оны ақырында тордан босатып, басқа торға салып, оны қалпына келтіріп, жуып, асырап орманға жібереді. Әзірге болды. Сіз жаңағы құтқарушылар сияқты маған көмектесіп жіберсеңіз, мен мәз болар едім. Мені жуып асыраудың қажеті жоқ. Жай ғана арнама жазылып, лайк басып, осы видеоны достарыңызға таратсаңыз жеткілікті. Көп рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Болды, қош болыңыздар.